Барлығыңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, қамыры жұп-жұмсақ болатын пицца дайындаймыз. Қамыры өте жұмсақ, сондықтан дайындап көруге кеңес беремін. Ол үшін бізге таза ыдысымызға жылы суымызды құйып, тұзымызды салып, ашытқымызды салып, бәрін біркелкі араластырып, бетін жауып 15 минутқа қоясыздар жылы жерге. Он 15 минуттан кейін бетін ашып, шемек майымызды қосамыз, және де қаймағымызды қосамыз. Бір ас қасық қаймақ, менде үй жағдайындағы қаймақ болмаса, дүкендегі қаймақты қоссаңыздар болады, бір қасық. Бәрін біркелкі араластырып, енді үстіне ұн сеуіп, жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейсіздер. Міне бізде осындай қамыр шықты. Қамыры өте жұмсақ, ұнды көп қоспаңыздар. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына мен осылай қызанақты турап, шұжықты, сырды теркадан өткізіп, бәрін әзірлеп қойдым. Енді салмасын жаямыз. Ол үшін қамырымызды жайып, бір қасық майонезбен кетчупымызды барлығын түзу етіп жаямыз. Кетчуп болмаған жағдайда томат пастасын қолдануға болады. Үстіне енді салмамызды дайындаймыз. Салмасын мен тегістеп салдым. Оның үстіне теркадан өткізілген ірімшігімізді салып, 180 градуста 25 минут пісіреміз. Рецепт пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады.